Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін Қазақстан шаруашылығының салаларына қысқаша тоқталып кетсек, соның ішінде Қазақстан үшін ең маңызды сала деп отын энергетика кешенін айтсақ, ол екі саланың жиынтығынан тұрады: отын өндіру, отын өнеркәсібі және электр энергетикасы. Отынға бізде уран, көмір, мұнай, газ жатады. Ең басты Қазақстанда қоры өте мол, өте көп қолданылатын және электр энергетикасы. Электр энергетикасы жылу электр станциясы, СЭС, жел, күн энергиясы немесе баламалы энергия деп айтамыз, осыдан тұрады екен. Енді Қазақстандағы энергия өндіру әрине ең алдымен жылу электр станциясынан, себебі бізде көмірге өте баймыз. Ол Екібастұз, Майкөбен, Торғай, Қарағанды бассейндерінің көмірін пайдаланады. Жалпы энергияның 90% бізде осы жылу электр станциясынан өндіріледі. 37 жылу электр станциясы жұмыс істеп тұрады. Су электр станциялары бізде әсіресе Ертіс өзенінде, СЭС-тің каскадтары орналасқан, Ертісте, Бұқтырма, Шүлбі және Өскемен СЭС-тары. Баламалы энергия, күн және жел энергиясына тоқталамыз. Қазақстанда электр жеткізу желісінен үшеу, бірінші солтүстік, екінші оңтүстік және батыс облыстарды біріктіретін үш желі бөлінген. Енді алдағы міндет осы үшеуін біріктіріп, бірыңғай мемлекеттік желіні құру болып табылады екен. Келесі шаруашылық саласы қара металлургияға келетін болсақ, бізде қара металлургияның ең ірі заводы Теміртауды екенін білеміз. Бұл толық циклды завод. Толық циклды дегеніміз жаңағы темірді өндіруден бастап прокат өндіріп шығаруға дейінгі барлық этаптарын қамтитындықтан бұл толық циклды комбинат болып есептеледі. Енді қарасақ, бізде марганецтің кен орындары Жезді. Мысалы үшін сұрақ туындайды: Жездіден марганец Ақтөбе мен Теміртауға не үшін апарылады деген сияқты. Себебі бұл жерде ферроқорытпа заводтары жұмыс істейді. Ферроқорытпа дегеніміз темірдің сапасын жақсарту үшін оған осы марганецті, хромды қосу арқылы оны тат баспайтын, мықты етіп жасауға көмектеседі. Сонда мінекей бізде ферросплав дейді, ферроқорытпа завод Ақтөбеде, Ақсуда және Теміртауда. Осының ішіндегі ең ірісі Ақсу ферроқорытпа заводы. Ақсу ферроқорытпа заводын неге дәл осы жер, Ақсу деген Павлодардың қасындағы қала, неге дәл осы жерде салынды дегенде, өйткені бұл жерде өте үлкен Екібастұз ЖЭС бар. Екібастұздың арзан көмірмен жұмыс жасайтын, сондықтан Ақсуда салынған. Енді ферроқорытпаны не үшін жаңағы энергия? Өйткені ферроқорытпа жасау өте көп энергияны қажет етеді. Сондықтан, ал Ақтөбедегі орналасуы уже энергия факторы емес, шикізат факторы. Өйткені бұл жерде жаңағы хромның болуына байланысты. Бұл жерде хромға өте бай мұғалжар таулары. Сондықтан жаңағы қара металда хромды қосу арқылы қолданады. Енді темірдің ең үлкен кен орындары бізде Қостанайда екенін бәріміз жақсы білеміз. Бұл жерде Қашар, Соколов, Сарбай, Рудный, осы жерден темірді Теміртауға қарай жеткізеді. Теміртауда орналасу себебі бұл жерде Қарағандының кокстелетін көмірі өте маңызды болғандықтан. Солған сәйкес және темірді әрине экспортқа шығарамыз. Бұл Қазақстан. Міне мынау тұрған Соколов, Сарбай, Лисаков, Аят, Қашар, Атасу деген ең ірі темір кен орындары. Ең ірісі болып есептеледі. Келесі. Мына жерде жаңағы мен айтып кеткен, неге дәл сонда орналасу себебі көрсетілген. Жаңағы Теміртаудағы себебі, неге барлық темірді Теміртауға тасып әкелеміз. Өйткені бізде Қостанайда отын, көмір жоқ. Ал жаңағы қара металл үшін көмір, әсіресе кокстелетін көмір өте маңызды. Сондықтан біз темірді Теміртауға әкелуге мәжбүр боламыз. Теміртауда, яғни қасындағы Қарағандыда бізде кокстелетін көмір бар. Осы арқылы қара металлургия, яғни толық циклды комбинат дамиды. Енді Қазмырыш деген завод неліктен? Өскеменде орналасқан. Қазмырыш болсын, ТМК, Үлбі металлургия заводы, барлығы түсті металлургияның ең ірі өнеркәсіп орындары Қазақстандағы. Сонда неге дегенде мына үш сурет бізге подсказка. Қазмырыштың болу себебі шикізат. Жаңағы Алтай таулары,
полиметаллға өте бай болғандықтан Өскеменде қазмырыш титан магний комбинаты неліктен десек, себебі Өскеменде үлбі металлургия зауыты бар. Өйткені титан мен магний өте көп энергияны қажет етеді. Сондықтан арзан энергия көзі ретінде Өскеменде титан магний комбинаты салынған. Және де әрине Өскемен қаласы көлік жолдары, темір жолдар жақсы дамыған. Алғашқы темір жолдар осы жақта салынған. Сонда осындай себептерден Өскемен қаласында бірнеше өте ірі өнеркәсіп орны салынған. Химия кешені негізінен 5-ке бөлінетінін білеміз, иә? Осының ішінде ең көп ғылымды қажет ететін сала қайсысы деген сұрақ туындап жүреді. Химия, фармацевтика, дәрі жасау деген өте үлкен дәлдікті, өте жоғары деңгейдегі ғылымды қажет етеді. Кен химиясы үшін әрине шикізат факторы маңызды. Осының ішінде біздің Қазақстан фосфоритке аса бай, Қаратау жотасындағы фосфорит. Негізгі химияда қышқылдар, қоспалар, полимер химиясы көбінесе әрине мұнаймен байланысты болатын, пластмасса жасау, химиялық талшықтар, бұның барлығы химияның негізгі салалары болады. Енді көлік жолдарына келетін болсақ, мұнда көлік жолдарының ұзындығы берілген. Автомобиль жолдары 93 мың, әуе 80 мың, темір жол 15 мың, газ 10 мың, мұнай құбыры 6 мың, кеме қатынасы 4 мың болып есептеледі. Осының ішінде әсіресе темір жолдар өте жиі сұрақ болып келеді ұбт-да. Темір жолдардың бойлық бағыттағылары мінекей. Ең алғашқы деп келетіні ол Орынбор-Ташкент. Қазақстанда ең алғаш салынған бойлық бағыттағы темір жол Орынбор-Ташкент. Келесі бойлық бағыттағы Қазақстанда солтүстіктен оңтүстікке кесіп өтетін жол деп келеді Транс-Қазақстан. Тура солтүстіктен Петропавловсктен мінекей кесіп өтеді Транс-Қазақстан. Одан кейін шығыс бөлігіндегі бойлық бағыт өтетін ол Түрксіб темір жолы. Енді ендік бағыттары қайсысы дегенде оңтүстік Сібір, мінекей Астана арқылы өтетін, және Құлынды станциясынан ары Россияға кететін. Одан кейін орта Сібір, бұл мінекей Көкшетауды басып кетеді, Қарасұқ, Қостанай. Одан кейін барып Транс-Сібір, ол Петропавл арқылы бір кішкене бөлігі Қазақстанға кіреді. Енді осыған сұрақтар ұбт-да көбінесе дәл осылай келеді. Бойлық бағыттағы, тура солтүстіктен оңтүстікке тігінен кесіп өтетін, ең алғашқы деген сияқты, Астана арқылы өтетін деп. Сол кезде шатаспас үшін анда станциялар жазылып тұрады. Астана арқылы Астана бар болса, яғни ол оңтүстік Сібір, Көкшетау арқылы болса, ол орта Сібір, Петропавл арқылы болса, Транс-Сібір. Бұл үшеуі ендік бағытта. Көлденеңнен деген сөз ғой өтетін. Ал мына үшеуі бойлық бағытта. Осы темір жолдарды біліп алу қажет. Мұнда автомобиль жолдары берілген. Мұнда жаңағы экономикалық аудандар, 5 экономикалық аудан қалыптасқан, осыған байланысты тапсырмалар болады.